Күтпеген махаббат. Әңгімеде жесір әйелдің түрмеден шыққан жігітке қалай ғашық болғаны туралы айтамыз. Арнаға тіркеліп, қолдау көрсете отырыңыздар. Туй, мына құрғыр кептелісте бәле болды ғой деп асығып келе жатқан Жәния бір киіп алды. Үлкен шаһардың машиналары да көп. Оның үстіне елдің бәрі жұмыстан қайтып жатқан кез. Бір тоқтап бір жүріп келе жатқан машинаның рөлін ұстаған оның шыдамы таусылып отыр. Әупірімдеп кептелістен де шыға салып, көше қиылысынан бұрыла бергені сол-ақ еді, оң жақ тұстан әлде бір нәрсе сарт ете қалды. Жүрегі зырт ете қалған Жәния машинасын кілт тоқтатып, жан ұшырата сыртқа шығып қараса, әлде бір ер адам орнынан тұрып жатыр екен. Аялдамада тұрған жұрт улап-шулап жинала қалды. Қорққаннан дірілдеп, қалшылдап кетті. Машина бұрылған сәтте әлгі адамды жанап өтіп, құлатып түсірсе керек. Абырой болғанда аман есен екен. Жүрегі орнына түскен Жәния қуанып кетіп, жүріңіз, отырыңыз, ауруханаға апарайын деп бәйек болды да қалды. Бірақ жаяу жүргінші оның айтқанына көнбестен ауруханаға барудан бас тартты. Қорықпаңыз, мен вокзалға кетіп бара жатыр едім, пойыздан қалып қоярмын деп кетуге ыңғайланып қашқақтап жатыр. Сол сәтте қиқулап майы қызметкерлер де келе қалды. Әлде кімдер жақын маңайда жүргендер шақырып үлгерсе керек. Олар келе сала Жәнияның бар құжатын тексеріп жатқанда, әлгі жүргінші де біртіндеп жоқ болып кетті. Жан-жағын көзбен шалып, абдырап қалған Жәния жалма-жан Асқарға телефон шалды. Алайда бұл істің мән-жайын естіген соң, білмеймін, не істесең де өзің шеш деп тұтқаны тастай салды. Асқар Жәнияның көңілдесі әрі бастығы. Бірге жұмыс істеп жүргендеріне міне 8 жыл. Бірақ соңғы кездері екеуінің арасында келіспеушіліктер жиі орын алып жүр. Май қызметкерлері зардап шеккен адамды өз көздерімен көрмеген соң Жәнияны полиция бөлімшесіне алып келді. Бірақ сол жердегі жүргіншілердің ол адамның өз аяғымен тұрып кеткеніне еске ала отырып, аты жөні мен мекен-жайын жазып алған соң Жәнияны өз еркіне қоя береді. Көзді ашып жұмғанша жайсыз жағдайға тап болған Жәния әлі де өз-өзіне келе алмады. Асығып келе жатқан шаруасында жайында қалды. Көкейінен әлгі адам кетер емес. Ол неге кетіп қалды екен? Өзін кінәлі сезінгенде болғаны несі? Өзі бір жерге барып құлап қалғаннан сау ма деген сұрақтар мазасын қашыра берді. Үйіне қарай іріп басып келе жатқанда, асығыс едім, вокзалға кетіп бара жатырмын деген есіне түсе кетті де, салып ұрып вокзалға тартты. Вокзал іші ығы-жығы халық. Не де болса да іздеп көрейін. Дегенмен үлгірмей қалсам қайтемін деген оймен Жәния әркімнің бетіне өңіліп, аяқпен қақтығыса алға жылжыды. Пойыз күткен жолаушылар орындығын көзбен шолып келе жатып, әлгі кісіні көріп қалды. Жақындай бергені сол еді, ол да мұны көріп қалып, орнынан тұрып кетуге ыңғайланды. Жәнияның «Сіз пойызға үлгірмей қалдыңыз ба?» деген сұрағына үндеместен басын шайқады да қойды. «Мен бұл жақтың адамы емес едім, соны білмей отырмын» деп жауап қатты әлгі ер адам. Өзін онсыз да кінәлі сезінген Жәния оның бұл жауабына қуанып кетті. «Онда мүмкін сізді қонақ үйге орналастырармын, қайтеді?» деді бірден. Бірақ ол тағы ат-тонын ала қашты. «Жоқ, рахмет сізге, осы жерге түней салармын» деп басын шайқап берді. Мына кісінің өзі кінәсіз болса да бәрінен бас тартқанына қарап, оны жақсы адам екеніне немесе бұлай өзін ұстауына себебі бар екеніне түсіне алмай Жәния аздап ойланып қалды. Содан соң Жәния «Жүріңіз, біздің үйге барыңыз, шай ішіп демалып алыңыз, ертең пойызға өзім отырғызып жіберемін». Қоярда қоймай оны үйіне алып келді. Жәния қала орталығындағы 3 бөлмелі пәтерде тұрады. Өзін Мұхан деп таныстырған адамның сақал-мұрты өсіп кеткені болмаса, жасы 40-45 шамасында. Күтім көрмеген демесеңіз, келбеті жаман емес. Екеуі үн-түнсіз шай ішті. Мұқанның көп сөйлемейтіні әу бастан аңғарылған. Жәнияның сұрақтарына селқос қана жауап беріп отыр. Бұл үнсіздікті қызыл түсті ұялы телефон бұзды. Тұтқаның арғы жағында ер адамның дауысы әлде не деп қаттырақ шығып жатыр. Соған қысылды ма Жәния «Сіз отыра тұрыңыз, мен қазір келемін» деп Жәния есікті сырттан бекітіп шығып кетті.
Үйдің иесін сәл күткен соң диванға жатып қисая тұрмақ болды. «Әй, сен кімсің?» деген дауыстан селк етіп оянды. Қарсы алдында өзіне ежірейе қарап бір бойжеткенмен жігіт тұр екен. Сөйтсе, бұл ұйықтап жатқанда олар қалтасын тінтіп, түрмеден босатылды деген қағазды тауып алыпты. Мына екеуі артық қимылды аңдып, бас салайын деп тұрған тәрізді. Әлгі бойжеткен бірден телефонға жармасып, милиция шақырмақ болды. Сонда Мұқан отырған орнынан атып тұрды да, «Керек емес, айналайын, мен кетемін қазір» деп есікке қарай ұмтылды. Мұқан есіктен шығып, жасырын бұрышта сәл тұрды. Бастапқыда білінбегенімен көздің қара суығы өңменінен өтіп барады. Ендігі ойы басының аманда вокзалға жетіп алу. Жаңағы үйдегі бойжеткен Жәнияның қызы Жібек, ал жігіт сол қыздың жігіті Жандос еді. Жандос ауқатты отбасының баласы, бірақ қашан көрсеңде сымпиып аузын қу шөппен сүртіп жүреді. Ал Жібек Жандос үшін бар ақшасын аямайтын. Бұған Жандос дәмдеп алған. Ақша керек сәтте Жібектің жанынан табыла кетеді. Бүгін де айналшықтап Жібектің жанына келді. Клубтың мотоциклін соғып алыпты. Соған $500 керек дейді. Ал Жәнияның үйінде ақша барын біледі. Өткенде Жібектің «Анам жаңа көлікке ақша жинап жүр» деген сөзіне елең ете қалған. Жібекте оның осы бір әрекетіне көз жұмып қарайды. Екеуі үйге келсе, жұпыны киініп, сақал мұрты өсіп кеткен, қаңғыбасқа ұқсас біреуді ештеңе сезбестен ұйықтап жатқанын көреді. Жібек таңырқап тұрып қалды. Бұл кім екен деп аң-таң болды. Ал Жандос оның қалтасын тінтіп көріп еді, тілдей ұсақ қағаз тауып алды. Бұл мына адамның түрмеден босатылғаны туралы қағаз еді. Жібектің зәресі ұшып кеткенімен, бұл үйге басқа оймен келіп тұрған Жандос арам ойының оңай жүзеге асатынына қуанып кетті. Сөйтіп ойын Жібекке айтып, ақыры оны көндіріп, үйден алынған $500 мына бір бейтаныс адамға жаба салмақ болды. Жанияға телефон соққан Асқар еді. «Мен сыйлаған алтын білезікті қайтарсаң қайтеді? Әйелім шетелден келе жатыр. Мен оны соған сыйласам деп едім» деп тап бір қатқыл даусымен үн қатты. «Мен қазір алып кетемін» деген соң Жания сыртқа шығып кетіп еді. Асқарды далада біраз күтіп, оның мұндай пысықтығын білсе жоламас едім ғой деп өз-өзін кінәлады. Өзі ғой өлердегі сөзін айтып, соңымнан қалмаған. Әйтпесе жолар ма едім деп ойлай берді. Өзін әбден кінәлап болған соң, ол машинасымен сырғыта жеткен Асқарға қолындағы білезігін шешіп, үн-түнсіз лақтырып жіберді де кері бұрылды. Асқар да енді қайтемін дегендей мүләйімсіп, ештеңе айтпаған күйі кете берді. Өзін қорланып қалғанын сезінгендей Жәния далада біраз жүріп қалған екен. Есікті аттай бергені сол-ақ еді. Жібек пен Жандос «Үйге кімді кіргізіп жібергенсің? Ол кім еді?» деп жарыса сұрақ қойды. Мұқанның кетіп қалғанын көрген Жәния қызына қабағын шытып, «Оны қуып жібердіңдер ме? Оларың не? Неге мені күтпедіңдер? Оның бұл қалада ешкімі жоқ. Енді қайда кетті екен?» деп жаны қалмады. Жібек те осы сөзді күтіп тұрғандай: «Ой мама, қайдағы біреуді қайдан тауып әкелгенсің? Ол өзі түрмеден шығыпты ғой. Мүмкін ол сіз жоқта үйді тонап кеткен шығар» деп әңгіме ағынын басқа сөздерге ойыстырды. Осы сөздерден кейін Жәния жалма-жан ақша тығып қойған жерін тексерді. Ақша орында тұрғанымен санап шықса бүтіндей $500 жоқ болып шықты. Жүрегі сыздап сала берді. Аяп жүрген адамы нағыз ұры суық қол болып шықты. Дегенмен ол алған болса, неге барлық суманы алып кетпеген деп ойын қызына айтып көріп еді. Жібек шоқ басып алғандай ыршып түсті. «Сіз қызық екенсіз мама. Ол барлығын алып кетсем, бірден білініп қаламын деп қорққан ғой» деп бастырмалата жөнелді. Жәния енді өкіне бастады. Қап, көшедегі танымайтын біреуді үйге кіргізген өзіме обал жоқ. Оның өкінішін үдете түсейін деген Жібекте қояр емес. «Мама, осы адамға неге сенгішсіз? Ол адам енді біздің мекен жайымызды біледі. Қайта айналып келсе қайтеміз» деп жұлқынады. Ал бұл уақытта вокзалға жетіп қалған Мұқан Жәниямен қоштаспай үн-түнсіз кетіп қалғанын ұят болды деген оймен оның үйіне қайта оралды. Есікті Жәнияның өзі ашты. Мұқанды көре сала, «Ол сіз не деген ұятсыз адам екенсіз? Бұл істегендеріңіз не? Үйде ешкім жоқ шығар дедіңіз бе?» деп ашумен бір талай сөзді айтты. «Қайдағы ақшаны айтып тұрсыз?» деп Мұқан аңтарылып қалды. «Ақша тығып қойған жерден $500 қымқырып кетіпсіз. Мүмкін өзіңіз сұрасаңыз берер ме едім» деп Жәния тамағына өксік
кептеліп қалды. Сол сәтте жібектің аңысын аңдып, үнсіз тұрған кейпіне көзі түсіп кетті ме? Мұқан, мен түрмеден шықсам да ұры емеспін, ешқашан ешкімнің затын ұрлап көрмедім. Сенбесеңіз өзіңіз білерсіз деп, сау болыңыз онда деп қайта кері бұрылды. Далаға шыққан соң Мұқанның көңілі алай-дүлей күйге енді. Бәсе, бағанағы жігіттің тым пысықтығы танытып тұрған ұнамап еді. Қараңғыдан такси ұстамақ болған көшеге аяңдай бергенде үйден Жәнияның қызы асыға шығып бара жатқанын көреді. Ол бірден қуып жетіп, қолынан шап беріп ұстап алып, сенің анаңа жаның ашымайды екен, неге көрмеген істі көрдім дейсің, әлгі жылпос жігіт қайда қазір, деп зілдене сұрақ қойды. Жібек селк етіп шошып кеткенімен, жаңағы адам екенін көріп, аздап жүрегі жайланғандай болды. Мені кінәлайтын сіз кім едіңіз деп жұлқынып көріп еді. Мұқан оның айтқанына көне қоятын сыңай танытпады. Қарсыласа берсе, анасының алдына ұятты болып қалатын сезген жібектің кінәні мойындауына тура келді. Амалсыздан жібек оны Жандос тұратын үйге алып келді. Ол 5-ші қабатта тұрады екен. Екеуі 4-ші қабатқа жетіп қалғанда Жандостың әлде біреулерге даурығып, мақтанып тұрғанын естіді. Бұл ақшаны еш қиналмастан таптым ғой. Анау жібек күйем-сүйем деп жабыса берген соң, содан бір пайда таппақ болдым. Өткенде шешесінің жинап жүрген ақшасын барын айтқан. Оған ақша керек деп едім, еш қиналмастан $500 көк қағазды қолыма ұстатып жіберді. Енді тағы бір сылтау айтсам, қалай екен деп қарқылдап күлді. Оның мұндай жеркенішті сөзін естіп, қорланып қалған жібек бетін басқан қалпы кері жүгіре жөнелді. Бұл сөздерден тұла бойын ашу қысып кеткен Мұқан жоғары көтерілді де Жандосқа ақшасын қайтарып бер деді, зілде даусымен. Бастапқыда ештеңе түсінбей қалған Жандос мына адамды бағанағы жібектің үйінде көргенін есіне түсіп, қайта кежірейе қалды. Бермесем қайтесің? Сен одан да көзіңді құрт, қазір әйтпесе түрмеге қайта ораласың. Әкемнің кім екенін білмейді екенсің деп жандағы достарына қарады. Сол сәтте достары Мұқанның жағасынан ала кетті. Мұқан екі жігітті екі ұрып, екі жаққа ұшырып түсірді. Қане оңбаған, алған ақшаңды қайтар. Жандостың алқымынан қыса түсіп еді, жаны тәтті екен. Жандос ләм деместен қалтасындағы ақшаны сорып салды. Ақшаны енді есіне қайтару үшін қайтадан Жәнияның үйіне бет алды. Бірақ есік алдында жақындап қалғанда сәкіде мұрын пышылдатып жылап отырған жібекті көрді. Мұқан, мә, ақшаны ал, анаңа апарып бер дегені сол еді. Ол жұлып алғандай, сіз біздің өмірімізге араласпаңыз, деді қатқыл үнмен. Мұқан сәл үнсіздіктен кейін жібектің жанына жайғасты. Менің не үшін түрмеге түскенімді білесің бе деп әңгімесін бастап кетті. Менің жалғыз ұлым бар. Балам 5 жасқа келгенде әйелім ауыр-науыр қастан көз жұмды. Ұлымды ойлап қайта отау құрмадым. Өзім заводта біраз жылдар бойы инженер болып жұмыс істедім. Кейін ода қыдырған соң бар қаражатымен техникалық қызмет көрсету орталығын ашып алдым. Біз тұратын қалашықта одан түсетін пайда отбасымыздың күнкөрісіне еркін жететін. Біреуден кеш, біреуден ілгері өмір кешіп жаттық. Ұлым да ер жетіп қалған еді. Бір күні жұмыстан кеш қайтып келе жатсам, 3-4 жігіттің үлкен көшенің бойында орналасқан дүңгіршекті тонап жатқан үстінен түстім. Сатушы да еш айқай-шусыз бар ақшаны ұстатып жатты. Үндеместен өтіп кетуге болатын еді. Бірақ қылмысты істің куәсі бола тұра кетіп қалуға арым жібермеді. Кеңес тәрбиесінің әсері шығар. Әй, бұларың не деп шеткері тұрған біреуінің иығына жармаса бергенім сол еді. Бәрі жабыла кетіп мені тепкінің астына ала кетті. Әбден тепкілеп алған соң табандарын жалтыратып тайып берді. Соның артынша сатушы полиция шақырып үлгеріпті. Мен орнымнан тұрғанша жетіп үлгерген милиция мені бірден тергеудің астына ала жүгірді. Ақтығымды айтып сатушыдан араша сұрап едім. Ол мені осы қылмысқа қатысы бар екенін айтып, мүлде ақылға сыймайтын сөздерді айтып кетті. Сөйтіп оған жақсылық ойлап, дауға қалған басымды арашылап алу мұң болып қалды. Басқа куәгерде жоқ. Сатушы көрсетіп тұрғандықтан ештеңенің мән-жайына бармастан милиция қызметкерлері мені бөлімшеге алып кетті. Одан арғысын айтпаса да түсінікті ғой. Сот кезінде сатушының айтқанын танбай безерген қалпында қарап, оның да дәл осы қылмысқа қатысы бар екенін сезген едім. Адам баласының сұрқия қасиеттермен алғаш рет бетпе-бет келдім. Жалғыз ұлымды қарындасыма аманаттап 5 жылда арқалап кете бердім. Жазықсыздан жазықсыз 3 жыл түрмеде отырған соң тәртібіме байланысты мені мерзімнен бұрын босатты. Сол күні ауыр ойдың жетегімен келе жатқанында көшеде мені сенің анаң көлігімен қағып кетті. Әрине,
Бағдар шамның қызыл түсін көрместен жүре берген өзім кінәлімін. Сондықтан оны бекерге әуреге түсіріп зиянымды тигізгім келмеді. Оның үстіне тезірек үйіме қайтқым келді. Бірақ пойызға үлгермей қалғандықтан анаң жанашырлық танытып үйіне алып келген еді. Өзі далаға шығып кеткен соң диванға жатып қалғып кетіппін. Одан арғысын не болған өзің де білесің, деді Мұқан үнсіз отырып қалды. Жібек те ұяттан қызарып ештеңе айтпастан отырып қалды. Ақшасын анасына қайтарудың ыңғайын таппай Жібек түнімен дөңбекшіп шықты. Ертесі институтқа бара жатып еді, әлде бір бойжеткеннің есігін ашып жатқан Асқарды көріп қалды. Сәлеметсіз бе, Асқар аға, бұл сіздің қызыңыз ба, деп тосыннан сұрақ қойды. Асқар да еш қысылмастан, Жібекті жақтырмастан бір қарап алды да: «Я, бұл қыз менің досым, я досым», деп бетін ары бұрып кетті. Содан соң қайта бұрылды да: «Екеуің мені аңдумен айналысатын болғасыңдар ма не?» деді. Мына сөздер шамына тиіп кеткен Жібек: «Әу, әдемі қыз, мына кісінің сізбен жасты қызы және әйелі бар екенін білесіз ба? Біраз уақыт көңіл көтерген соң сізді де тастап кететінін ескертіп қояйын», деп өкшесін қадай басып жүріп кетті. Ана қыздың алдында әлде не деп жауап қайтарудан қысылып қалған Асқар тістенген бойы қала берді. Арада біраз күндер өтсе де Жібек анасына ақшасын қайтарудың амалын таба алмай басы қатты. Ақша үшін өзін қылмысқа итермелеген жандоспен де қарым-қатынасын шорт үзіскен. Бүгін анасы үйге көңілді оралды. Басқа бір компаниядан жұмыс тауыпты. Кешкі ас дайындаған соң екеуі үстел басында отырысты. Анасы екеуі әр нәрсені айтысып біраз отырған соң Жібек оған айта алмай жүрген шындықты жайып салды. Қызының шындықты айта білгеніне жүрегі жібіп кеткен анасы оны кешіріп басынан сипады. «Қызым, оған жылап қайтесің енді? Өзіңе үлкен сабақ болды ғой. Тек әлгі Мұқанның есімнен шықпай жүр. Осы уақытқа дейін оған ренжіп жүрсем де неге екенін білмеймін, ойлай берем. Кінәсіз жанға өзімде бекер жала жауыппын. Енді оны қайткенде тауып кешірім сұрағаным жөн шығар», деді. Екеуі ақылдаса келе оны іздестірмек болды. Ол айтқан шағын қалаға телефон соғып Мұқанның мекен-жайын тауып алды. Арада 2 ай өткен соң Жәния мен қызы Мұқанның тұратын қаласына келеді. Міне ол жұмыс істейтін техникалық қызмет көрсету бекеті. Есіктің алдын сыпырып, егде жастағы бір әйел жүр екен. Жүрексініп жақындап жөн сұрасты. Байқұс Мұқан жақында ғана түрмеден шықты. Жазықсыз отырып шықты ғой. Оның кінәсіз сотталуына себепкер болған сатушы әйел жақында тағы бір сондай істі ұйымдастырамын деп ұсталыпты. Ұрлықшылар да соның сыбайласы екен. Мұқан тура жолдан таймаған, әрдайым қол үшін созатын жақсы адам еді ғой. Әйелі марқұм болып кеткен. Оны осы маңдағылардың бәрі біледі. Ал сіз кім боласыз, деп әлгі қарт кісі сауалды көзбен қарады. Жәния ештеңе айта алмай үндемей тұрып қалғаны сол еді. Аула сыпырушы әйел түсіндім дегендей сыңай танытып ішке кіріп кетті. Қолының майын шүпірекке сүртіп сыртқа шығып келе жатқан Мұқан есіктің алдына өзіне қысыла қарап тұрған Жәнияны көріп тоқтап қалды. Бір-біріне тесіле қарап қалған екеуі үнсіз түсініскендей еді.